Ешкім елеңдеп отыр. Алмай. Alma tosi. Ben de şey kullanmak istedim. Ötesinin olmuş olmuş. Sana kadar istiyorum. Пустынная кен орнының қорлар бөлгені бойынша талаппен жұмыстан жоспары жұмыс жобасын орындалған жобаның демалансерлер есеп жобасы бойынша ашық арқылы өтетін қоғамдық тыңдаулар. Құрметті қоғамдық тыңдаушылар, қайырлы күн. Қоғамдық тыңдаушылар, алдын ала пустынный кен орнын игеру бойынша тау-кен жұмыстарының жоспары жұмыс жобасы бұрын орындалған жобаның түзетін демалған әсерлер туралы есеп жобасы бойынша мүдделі жұртшылықтың ашық жиналысы арқылы бастаймыз. Экологиялық кодексі 73 бабының 11 тармағы және қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21 тармағы сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы орган өкілінің төрағалығымен өткізіледі. Мен жергілікті атқарушы орган өкілінің және жиналысқа төрағалық етемін. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес жиналысқа қатысушылар қоғамдық тыңдаулар қатысушысын сайлау және қоғамдық тыңдаулар регламент бекітуін қажет. Қоғамдық тыңдаулардың қатысушысы болып Жақсылықов Сымбат Тлекович сайлауды ұсынамын. Қоғамдық тыңдаулардың қатысушысы ретінде сайлау үшін қолдарыңызды көтеріңіздер. Қарсылық қалыс шапады. Қоғамдық тыңдаулардың өткізудің мынандай регламенті ұсынылады. Баяндамашының сөйлеу 30 минутқа дейін. Баяндаманы талқылау. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертуімен ұсыныстарды тыңдау. Қоғамдық тыңдаулар тақырыбы бойынша сұрақтар мен жауаптар 30 минутқа дейін. Сөз сөйлеу немесе сұрақ қою, ескерту немесе ұсыныс жасау үшін қолыңызды көтеріп, өзіңіздің ұсыну қажет. Сұрақтар, ескерту мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың мәні бойынша болуы қажет. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару 15 минутқа дейін. Мен регламентті бекіту дауыс беруді ұсынамын. Қоғамдық тыңдау ережесін бекіту үшін қолдарыңызды көтеріңіздер. Кім қарсы? Қолдарыңызды көтеріңіздер. Дауыс салады. Хаттаманы дайындау үшін бейне және аудио жазу жүргізуші жатқан қабылдаймын. Сөз баяндамашы Керімданияр Мейрамбек олыға беріледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдаулар қатысушылар.
Алтынал мас акционерлік қоғамының пустынный қорларын игеру бойынша тау-кен жұмыстарын жоспары жұмыс жобасы ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы шеңберінде жобалық құжаттаманың тұсаукесерін бастауға рұқсат етіңіздер. Екіншісі. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін негіз. Қазақстан Республикасының экология кодексінің 96 бабының 1 тармағына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүргізу қағидаларының 3 тармағына және кодекстің 87 бабына сәйкес міндетті мемлекеттік экологиялық сараптамаға бірінші және екінші санаттағы объекттер салу немесе пайдалану үшін әзірленетін жобалық құжаттама, сондай-ақ экологиялық рұқсат алу үшін қажет басқа да жобалық құжаттар жатады. Үшінші слайд. Кәсіпорын туралы жалпы мәлімет. Кәсіпорын қысқаша сипаттамасы. Алтын алмас акционерлік қоғамының қызметінің негізгі түрі құрамында алтыны бар кенді өндіру және өңдеу болып табылады. Әкімшілік жағынан пустынный кен орны Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында орналасқан. Жұмыстардың сипаттамасы. Пустынный кен орнының қорларын игеру жоспары бұрын әзірленген жобалар негізінде қолданыстағы пустынный тау-кен байыту комбинатының өндірістік объектілерін ескере отырып түзетілді. Оған мынандай жұмыстар жүргізу көзделеді. Пайдалы қазбаларды ашық және жер асты тәсілмен өндіру, кен орнын ашу, даму жүйесін жүзеге асыру, тау-кен жұмыстарын жүргізу, оның ішінде тау-кен күрделі жұмыстар, тау-кен дайындау жұмыстары. Жұмыстың мақсаты жоспарға сәйкес қоршаған ортаға әсерді бағалау аясына айқындау және осының негізінде бірыңғай экологиялық рұқсат алу. Келесі. Кәсіпорын орналасқан жері. Пустынный кен орны Қарағанды облысының Ақтоғай ауданының Балқаш қаласынан шығысқа қарай 100 км жерде, Ақжайдақ темір жол станциясының солтүстікке қарай 15,7 км жерде орналасқан. Жұмыс учаскесіне орналасқан ең жақын су нысандары. Тоқырау өзені учаскеден батысқа қарай шамамен 65 км. Сондай-ақ Ашық өзек кен орнының шығысқа қарай 43 км қашықтықта орналасқан. Балқаш көлі учаскеден оңтүстікке қарай шамамен 17 км жерде орналасқан. Кен орны мен Балқаш қаласы арасындағы автокөлік байланысы жолдың бір бөлігінде грейдер арқылы, ал қалған 50 км бөлігі асфальт төселген жол арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар Ақжайдақ темір жол станциясына дейін қатынас грейдер жолмен қамтамасыз етіледі. Пустынный кен орны 15 тамыз 2022 жылдың нөмірі 1404 ДТП тау-кен бөлу алаңы 1,726 шаршы километрді құрайды және келесі координаттармен шектелген. Слайд 7 слайд. Санитарлық қорғау аймағы және шақырауды есептеу. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің міндетін атқару үшін 2022 жылғы 10 қаңтардағы нөмірі ТРЦС-ның 2 бұйрығымен бекітілген санитарлық қағидалардың 3 бөліміне сәйкес кен және кен емес қазбаларды табиғи газды өндіру объектілерінің санитарлық қорғау аймағы бірінші сынып үшін 1000 метрді құрайды. 2022 жылғы 11 қаңтардағы санитарлық қағидалардың 43 тармағының 1 параграфына сәйкес бір аумақтық өндірістік кешенге кіретін объекттер топтары үшін атмосфералық ауаға ластаушы заттардың жиынтық шығарындылары мен объектілердің өзара физикалық әсері ескеріле отырып бірыңғай санитарлық қорғау аймағы белгіленеді. Бұл ретте өнеркәсіптік алаңның бүкіл аумағы үшін санитарлық қорғау аймағының түпкілікті мөлшері ең жоғарғы талап етілетін мәнге сәйкес қабылданады. Осыған байланысты пустынный учаскесі үшін бірыңғай санитарлық қорғау аймағы мөлшері 3000 метр болып белгіленеді. Рұқсат етілген шығарындылар нормативтері. Жүргізілген талдауға сәйкес, осы рұқсат етілген шығарындылар нормативтері жобасына сәйкес атмосфералық ауаға әсер ету нәтижелерін келесідей. Пустынный кен орнының тау-кен жұмыстары жоспары жұмыс жобасына сәйкес өндіру жүргізу. 25 жылғы 27 ұйымдастырылған, 2 ұйымдастырылмаған атмосфераға ауаны ластау көздері бар. 26-28 жылдары 32 ұйымдастырылмаған, 2 ұйымдастырылған атмосфераны ауаны ластау көздері бар. 29-34 жылдары 26 ұйымдастырылмаған, 2 ұйымдастырылған атмосфералық ауаны ластау көздері бар. Жоғарғы айтылғандардың негізінде атмосфераға 25-34 жылдарын белгіленеді. Және ластау штаттарын шығарулардың көлемі 25 жылғы 630 жыл 1119 31 көрсетілген келесі дейді.
Қалдықтардың түзілу нормативтері мен лимиттері. Кен орнының қызметі барысында 25 жылдан 34 жылдар аралығында нормаланатын кеденді өндіріс және тұтыну қалдықтардың 84 түрі қалыптастырылады. Қалыптастырылу жоспарлануда. Оның ішінде қауіпті емес қалдықтар 52 түрі, қауіпті қалдықтар 32 түрі. Ашылған жыныстар көлемі. Ашық тау-кен жұмыстар кезінде 25 жылы 11.964.575 тонна, 26 жылы 12.126.305 тонна, 27 жылы 5.607.522 тонна, 28 жылы 636.031 тоннаны құрайды. Жер асты тау-кен жұмыстары кезінде 25 жылы 41.000 тонна, 27 жылы 182.983 тонна, 29 жылы 170, 26 жылы 213.641 тонна, 27 жылы 182.000 тонна, 28 жылы 147.000 тонна и ары қарай көрсетілгендей. Қалдықтар басқару. Өндірілген қалдықтардың бір бөлігі кәсіпорынның өндірістік қажеттіліктері үшін қайта пайдаланылады. Жолдарды, алаңдарды, қалдық қоймаларын жөндеу, карьерлерді қалпына келтіру және тағы басқа мақсаттарда қолданылады. Тау-кен жұмыстары жоспарына сәйкес ашу қоймасында тек ашу жұмыстары мен бұрғылау қалдықтарымен көмір қарастырылған. Қызмет барысында түсінетін басқа қалдықтар шарттық негізінде мамандырылған ұйымдарға беріледі. Су жабдықтау және су бұру. Су жабдықтау. Технологиялық және шаруашылық қажеттілік үшін су көзі пустынная кен байыту комбинатын жинақтаушы болғанынан алынады. Ауыз су қажеттіліктері автокөлікпен жеткізілетін ауыз су қажеттіліктері үшін автокөлікпен жеткізілетін бөтелкедегі су. Арнайы су пайдалану мақсаты шаруашылық ауыз су және өндірістік техника сумен жабдықталады. Арнайы су пайдалану рұқсат номермен белгіленген. Су бұру. Шаруашылық тұрмыстық сатынды сулар қолданыстағы кәріз желісі арқылы пустынная кен байыту комбинатын тазарту құрылыстарына жіберіледі. Сатынды сулар жергілікті тазарту құрылыстарында тазартылып, кейін айналмалы сумен жабдықтауды пайдалану үшін қалдық қоймасына бағытталады. Технология схемасында толық тұйық айналымда сумен жабдықтау қарастырылған. Пульпа қойылып қалдық қоймасына жіберіледі. Жаңа суды тұтынуды азайту мақсатында қалдықтарды қоюлату және сузу технологиялары қолданылып, алынған суды қайта ЗИК фабрикасына айналым цикліне қайтарылады. Су объектілері немесе жер бедердеріне тікелей ағызу жүргізілуде. Өндірістік экологиялық бақылау. Өндірістік экологиялық мониторинг пустынная кен байыту комбинатының өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылады. Кәсіпорынның көзі мен санитарлық қорғау аймағының атмосфералық ауаға әсерін бақылау, іріктілік жиілігі 90-да 1 рет. Су ресурстарына әсерді бақылау, жер асты және жер үсті суларының сынамаларын алу жиілігі 90-да 1 рет. Өндірістік қалдықтардың мониторингі түзеленетін қалдықтарды есепке алу жолымен тұрақты көзделеді. Кәсіпорынның аумағында топырақ жамылғысын мониторингі, сынама алу жүйелігі жылына 1 рет. Өсімдік жамылғысын мониторингі жүргізу кезеңділігі жылына 1 рет. Радиациялық фон мониторингі жылына 1 рет. Табиғатты қорғау іс-шаралар. Атмосфераны қорғау жөніндегі іс-шаралар. Құрғақ желді ауа райында тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде тозаңданудың алдын алу үшін жол бетін сумен ылғалдандыру көзделеді. Техника жұмысы кезінде бөлінетін газдардың және жұмыс аймағын жеткізіледі. Жұмыстардың талаптарын қатаң сақтау жолымен жеткізіледі. Профилактикалық тексерулер және техниканың уақытылы жөнделеді. Реагентті қолдану арқылы технологиялық жолдарды шамдар басылады. Жер асты суларын қорғау жөніндегі шаралар. Кәсіпорында бар сатынды суларын қабылдау және бұру жүйесін техникалық жарамды күйде ұстау. Жер асты суларын пайдалануды бақылау және есепке алу. Табиғатты қорғау, топырақты қорғау жөніндегі шаралар. Бөлінген аумақтың бос жыныспен, рудамен, құрылыс және тұрмыстық қоқыспен және тағы да басқа қоқыстармен және ластауға жол бермеу. Олардың арнайы жәшіктерге, қоқыс жинағыштарға
жинауды ұйымдастыру және аталған қалдықтарды сақтау полигондарына залалсыздандыру үшін әкелу. Қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі шаралар. Қалдықтардың әртүрлі түрлерін бөлек жинау. Мамандырылған мердігерлік ұйымның қалдықтарды шартқа сәйкес беру. Пайдаланған, бұзылған және ласталған жерлерді қалпына келтірудің техникалық кезеңін жүргізу. Пайдаланған шахталардың бос жерлерін шахталардың бос жерлеріне жолдарды төгу үшін төсеу мақсатында аршу жұмыстар пайдалану. Қалдықтардың барлық түрлерінің түзелуін, орнын ауыстыруын және кәдеге жаратуын қадағалау. Қалдықтарды арнайы алаңдарда және контейнерлерде 6 айдан аспайтын мерзімге орналастыру. Кейіннен шарт бойынша кәдеге жарату. Гигиеналық шаралар. Санитар қорғау аймағының шекарасында және объектіні ықпал ету аймағында аумақты өндірістік бақылау ұйымдастыру, өндірістік санитарлық бақылау және санитарлық шаралар, дезинфекция, деретизация жүргізу, арнайы киім, аяқ киім және басқа да жеке қорғаныс құралдарын жұмысшыларға беру. Жергілікті желдеткіштерін шуды сөндіргіштер орнату, қызметкерлерге алдын ала мерзімді медициналық тексеріс жүргізу. Өсімдік пен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі шаралар. Жануарлар әлемінің әсерді азайту, сондай-ақ тіршілік ету ортасын сақтауға бағытталған табиғатты қорғау шараларын жоспарлау. Көлік қозғалысы тек арнайы жолдармен жүргізу. Жобаны іске асырудың балама нұсқалары және негізгі нұсқаны таңдаудың негіздемесі. Объектіні орналастырудың балама нұсқалары қарастырылмады. Өйткені кен орнын игеру аумағы тау-кен бөлумен бекітілген. Тау-кен бөлуді энергетика және минералдық ресурстар министрлігі, геология және жер қойнауын қорғау комитеті, Қазгеоақпарат республикалық геологиялық ақпарат орталығы кен орнының құрамында алтыны бар кендерді өндіру үшін жер қойнауын пайдалануға құқық берді. Тау-кен бөлудің шекаралық баланстық қорлардың жағдайына сүйене отырып, осы санаттағы барлық қорлар тау-кен бөлудің контурында болатындай етіп анықталды. Басқа орындарды балама таңдау көзделмейді, өйткені көзделіп отырған қызметті іске асыру алдын ала акционерлік қоғам жұмыс істеп тұрған кен орны аумағында жүзеге асырылатын болады. Жоспарланған қызметті жүзеге асыру бүтін кен орнының аумағында жоспарлануда. Жоғарғы айтылғандарды ескере отырып, сондай-ақ кен орнының тау-кен техникалық жағдайларын, кен орнын игеру үшін технологиялық регламенттің ұсынымдарын, сондай-ақ бүтін кен орнының қолданыстағы негізгі нұсқасы, экологиялық санитар гигиеналық іс-шараларын, тау-кен жұмыстарын қауіпсіз жүргізу және жер қойнауын қорғау жөніндегі шаралар, алдын алу жөніндегі іс-шаралар сақталуын ескере отырып, барынша қолданылатын болып табылады. Төтенше жағдайлар алдын алу жөніндегі шараларды атқара отырып қолданылады. Назар аударғаныңыз үшін рахмет. Сұрақтарыңыз, ескертулеріңіз болса, жауап беруге дайынмын. Бәріне келісесіздер ме сонда? Сұрақтар жоқ. Баяндама үшін рахмет. Баяндаманы талқылауға көшеміз. Сұрақ қою үшін қол көтерулеріңізді сұраймын. Сөз берілгеннен кейін сізге тұрып өзіңіз танытуыңыз қажет. Чатта сұрақтар жоқ. Құрметті қатысушылар, сіздерге пустынная кен орнының қорларын игеру бойынша жауапты жұмыстарын жоспарлы жұмыс жобасына қордың орындалған жобаны түзету, ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы құжаттамасын ұсынылды. Қоғамдық тыңдауларды қатысушылардың қараған құжаттар мен тыңдалған баяндамалардың сапасы туралы олардың түсінудің толықтығы мен қолжетімділігі тұрғысынан жалпы көңілін айта аламын. Құжаттар толық және түсінуге қолжетімді болып табылады. Сондай-ақ қоғамдық тыңдаулар өтті деп айта аламын.
Endi қоғамдық тыңдаулардың аяқталуы болып, кеп жариялаған барлықтарыңызға қатысқандарыңыз үшін рахмет. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.